Егісті қамын күздеуілі, жаз шығып жер шаруашылығы қызған тұста көптеген диқан егінді әлі күнге дейін егіп үлгермей жатыр. Еліміздің солтүстік орталық және батыс аймақтарында апталап құйған нөсерден жер тым ылғалданып, бидай себу үдерісі бәсеңдеп кеткен. Тығырықтан тек қажетті техникамен қамданып, қолайсыз күн райына дайын болған шаруа қожалықтары шыға алды. Рымбек Қабиден Ақмола өңірінің егіс алқаптарына барып, ахуалдың тұрақты қалыпқа қашан түсетінін біліп қайтты. Дер кезінде қамданбай дегбірі қашқан диқандардың барлығы қазір алқап басында жүр. Егіс науқанын кешіктірген сайын астықсыз қалу қаупі үдей түсуде. Александр Гейгерге қарасты бригадалар екі ауысыммен еңбек етіп, күн-түні тер төгіп жатыр. 20 000 гектарға жуық жерді таяу күнде игереміз деген шаруашылық басшысы толассыз жаңбырдан апталап көз ашпадық дейді. Но сейчас мы опаздываем на 4-5 дней. Қазір шамамен 4-5 күнге кешігіп жатырмыз. Алқапта 60-қа жуық егінші 16 агрегаттың көмегімен тұқым себуде. Заманауи техникамыз болғанда мұндай қиындықтар туындамас еді. Әдетте көктемгі науқан мамырдың 14-нен маусым айының басына дейін жалғасады. Мемлекеттің жерін жалға алып, нәпақасын жеңіл жолмен табуды әдетке айналдырғандар субсидия да алмайды, тіпті тиімді лизингтік ұсыныстардан да ат-тонын ала қашады. Мұндай кәсіпкерлердің саудасы бітер күн алыс емес дейді ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары. Кезінде ол жалға алғаннан кейін ол жерде жұмыс істемейтін болса, бұның бәрі қайтадан өкіметтің меншігіне алынып, одан ары қарай жақсы жұмыс істейтін қожалықтарға берілетін болады. Ал мынау толассыз жаңбыр астында жер жыртып, ылғалды құмға бар бидайын егіп үлгерген шаруа қожалықтарының бірі. Көк балауса да бой көрсетіп үлгеріпті. Благодаря современной технике, благодаря хорошей организации. Заманауи техникамен шаруашылықтың ұйымдасқан жұмысының арқасында егіс науқанын өткен аптада аяқтап тастадық. Қазір сүдігерді өңдеуге кірістік. Биыл ел бойынша 21,5 миллион гектар алқапқа ауыл шаруашылық дақылдары егілуі тиіс. Ілкімді істі ілгері бастыру үшін мемлекет түрлі жеңілдіктер ұсынып отыр. Әйтсе де қолда бар мүмкіндікті пайдаланып жатқандар шамалы. Лизинг алған кезде процент бағасы 14 болатын болса, оның 7% үкімет жағынан төленеді. Енді екі есе азайып отыр. Бұл жерде тек қана шаруалардың кішкене ұқыпсыздығы. Күн райының қолайсыздығы жұмыс қарқын айтарлықтай бәсеңдеткенімен диқандардың басым бөлігі алдағы 2-3 күнде егіс науқанын аяқтайтындарына сенімді. Егінжай лизингтік бағдарламасы аясында қол жеткізілген техникалар межеленген уақытта дала жұмыстарын орындауға мүмкіндік береді дейді олар. Ал мемлекеттің ұсынған көмегін ескермей, ескі әдіспен егін егіп жатқан шаруалар бидай себу кезінде бір титықтап, кейін егін оруға да кешеуілдеп кірісетін сыңайлы. Рымбек Қабиден, Есбол Мұратұлы, Ақмола облысынан.